Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қыздар, біз бүгін кім боламыз? Зерттеуші. Біз нені зерттейміз? Суды. Қыздар, мына суды ішіп көріңдерші кәні. Судың дәмі бар ма? Жоқ. Ал мына суға біз қант қосып көрейікші. Қант қоссақ не болады? Тәтті. Қоса ғой. Бір қант алып қос. Қасық салып араластыр. Қант қос. Қасығымен араластыр. Араластырамыз. Ал егер тұз қоссақ қандай болады? Тәтті. Ал тұз қоссақ ащы болады. Қант қоссақ тәтті болады. Су дәмсіз болады екен, иә? Кәне ішіп көріңдерші енді. Өзгерді ма? Тәтті болды. Ал тұз қоссақ ащы болады. Ал балалар, мынау не? Тиын. Тиынды суға салып көрейікші, бата ма, батпайды ма көрейік. Тастайын суға. Батты ма? Батты, иә? Ал мынау ермексіз батырып көрейікші енді. Салыңдар. Біреуін салып көрейін, салыңдар. Тиын не үшін суға батып кетті? Ол ауыр зат. Жарайсыздар, ол ауыр зат болған соң батып кетті. Ал ермексіз неге батпады? Ол жеңіл зат. Ол жеңіл зат болған соң батпады. Қыздар, судың түсі қандай болады? Мөлдір, түссіз болады, иә? Біз суға бояу қосып көреміз. Ал біз бояуды табиғи өнімдерден алдық. Мынау не, қыздар? Қызылшаның түсі қандай болады? Ал қыздар, біз қызылшаны блендермен өткізіп, майдалап оның суын шығардық. Біз табиғи өнімдерден бояу шығардық. Оны біз суға қосып көрейікші, қандай түсі болатынын көрейік. Ал, қандай түс болды? Араластырамыз. Қою қызыл түске айналды, иә? Қою қызыл. Ал мынау не? Сәбіз. Бұл сәбіз. Сәбіздің түсі қандай? Сары. Біз сәбізді де блендермен майдалап алып, одан бояу шығардық. Суын шығарып алып, оның түсі қандай? Сары. Оны да суға қосамыз. Араластырамыз. Судың түсі өзгерді, иә? Ал мынау қандай? Шөп. Қандай ас? Неге қосамыз? Аты не бұның? Көк шөп. Иә, көк шөп. Бұны да біз блендермен майдалап, жасыл түсті шығардық. Қыздар, біз табиғи өнімдерден, табиғи көкөністерден, табиғи бояуларды шығардық, иә? Ал енді қыздар, біз тәжірибе жасап көрейікші сумен. Біз суға қараймыз, қыздар. Қасықты қоямыз. Біз суға мардансовка қосамыз. Судың түсі қандай? Мөлдір, түссіз. Біз суға мардансовка қосамыз. Судың түсі қандай болды? Күлгін түске айналды. Ал енді бұны біз күлгін түсті суды қайтадан өзінің қалпына келтіре аламыз ба? Иә? Сендер кішкентай бір сиқыр жасап көрейік, иә? Біз енді бұған сутегіні қосамыз. Ал қыздар, судың түсі өзгерді, иә? Қыздар, енді біз сумен байланысты, енді суды біз зерттеп жатырмыз ғой, сумен байланысты тағы да тәжірибе жасап көрейік. Мен бірінші қолымды суға батырамын. Суға батырып болғаннан кейін спиртке батырамын қолымды. Балалар, бұл жерде сендер бұны үйде қайталамаңдар. Бұл жерде қауіпсіздік ережесін ескеру керек. Әйтпесе, сендер күйіп қаласыңдар. Мен қолымды от жағып көрейін ба? Қалай болды? Қолым жанбады менің, иә? Не үшін жанбады? Менің қолым не үшін күймеді? Мен бірінші өйткені қолымды суға батырып алып, көрдіңдер ма? Судың көмегі өте күшті болады. Тағы да істеп көреміз бе? Қайталап көреміз бе? Бірінші қолымызды суға батырамыз. Сосын оны спиртке батырамыз. Сосын қолымызды от жағамыз. Менің қолым күймейді. Өйткені біз бірінші қолымызды суға батырып алдық. Балалар, бұны біз үйде қайталамаймыз, иә? Ата-аналарымыздың көмегінсіз